Белкөл кентінде 12 ақпанда сағат 14:00-де 189 орта мектептің 10-11 сыныптың бір топ оқушылары өздерінен төмен 9 сынып оқушыларын сабақтан күтіп алып, кенттегі көп қабатты 12 үйдің подъездіне кіргізіп, емін-еркін ұрып соққан. Осылайша 10 сынып оқушысы Бақтыбай 9 сыныпта оқитын Айжарықты ұрып, оны қазаға ұшыратқан. Оқиға болған жерге қарау жүргізу барысында оқиға орнында ешқандай бейнекамера орнатылмағаны анықталды, және мектеп басшылығы, сынып жетекшілері, учаскелік инспекторлар тапа-тал түсте топтасып жүрген оқушыларды уақытылы анықтамаған, олардың жүріс-тұрыстарын бақыламаған. Бұдан бөлек тағы бір мысал, Аралықұмда 8 шілдеде Жасарал түнгі сағат 01:00-де жас балаларды ауыл шетіне топтастырып жинап апарып, ұрып-соғып, салдарынан кәмелетке толмаған жарылқасын қайтыс болған. Аралықұмда небәрі 1300 тұрғыннан құралған шағын қазақы ауыл. Әрбір тұрғын бір-бірін ата-бабасына дейін танып біледі. Сонда Жасаралдың жас балаларды түнгі уақытта мәжбүрлеп ауыл сыртына ертіп бара жатқан бірде-бір тұрғын көрмегені ме? Ата-аналары балаларын түнгі уақытта неге бақыламаған? Бұл жөнінде ауыл әкімі мен учаскелік инспекторды ақпараттандырмағанын, соңғылардың жедел ахуалды мүлде бақылаусыз қалдырғаны, халықпен тұрақты байланыс орнатпағаны деп бағалау қажет. Жаңақорғандағы Кеңес ауылындағы кәмелетке толмаған мектеп оқушысының үлкен адамның қолынан қаза табуы республикалық арналардан жариялануда. Алақандай ауылдағы жағдайдан әкім мен учаскелік полиция бейхабар болған. Дәл осындай деректер Сырдария және Шиелі аудандарында орын алып, ауыл әкімдері, мектеп директорлары мен орынбасарлары және учаскелік инспекторлар қызметінен босатылған. Ал Белкөл кентінің әкімі, учаскелік инспекторлар тәртіптік жазамен шектелген. Аралда ауыл әкімі тәртіптік жазамен шектелсе, учаскелік инспектор аудан орталығына дәл осындай қызметке ауыстырылған. Жаңақорғанда ауыл әкімі, мектеп директоры және учаскелік инспектор тәртіптік жазамен шектелген. Сонда Белкөл кенті мен Арал, Жаңақорған аудандарында кәмелетке толмаған балалардың адам қолынан қаза табуы болмас жағдай болып есептелетін болып тұр.